Арсенал чемпиондыққа таласады емес, Арсеналда үміт бар ма деп қоятын болдық сұрақты. Себебі рекордтар бұзып жатқан Холландты тоқтату мүмкін емес. Ал Италияда Наполи чемпион болып қойды. Дортмунд Баварияны, Атлетико Барсаны, Ланс ПСЖ-ны қуып жете ме деген тағы да бірнеше сұрақтар бар. Қазір осының бәріне жекелей тоқталып, болжам жасап шығамыз. Сіздермен бірге желаяқ арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде ардама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Ең алдымен чемпион атанған Наполиден бастайық. Себебі бұларға бұл әдетті алып жүрген чемпиондық емес. Италия чемпионатында Наполи соңғы рет 33 жыл бұрын, яғни 1987 жыл алған екен. Ол кезде мен түгілі менің әкем әлі мектеп оқитын жас бала еді. Соншалықты ұзақ жылдар өткен. Ең қызықты факт айтайын, таң қаласыздар өткені мен өзім алғаш соны оқыған кезде таң қалып қалдым. 33 жыл бұрын чемпион болар алдын Аргентина құрамасы әлем чемпионы болған. Ал бұл жылы кім әлем чемпионы болды? Ол Аргентина. Не деген сәйкестік десеңіздерші? Лучано Спалетти бапкерлік ететін Наполи 33-ші турда, яғни әлі чемпионат бітуіне 5 тур қалған кезде ерте бастан тойлауларын бастап кетті. Былтыр чемпион болған Миланда, өткен чемпион атанған Интерді, тіпті көшті мүлде бермейтін Ювентусты дым істей алмады. Ал Наполидің осындай чемпион атануына үлкен үлес қосқан екі ойыншыны айта аламын. Олар бомбардирлер сапында көш бастап тұрған Виктор Осимхен мен бәлкім жыл жаңалығына кіретін Хвича Кварацхелия. Наполи жанкүйерлерін құттықтаймыз. Кезегіміз ПСЖ чемпион бола ала ма деген сұраққа келді. Яғни Францияның бірінші лигасына. Сонымен кестені қарайтын болсақ, ПСЖ-да 78 ұпай, Ланста 72, Марсельде 70. Одан кейінгілерді қарама қойсақ та болады, себебі оларда үміт жоқтың қасы. Тіпті мына Ланс пен Марсельде де үміт өте аз. Бірақ бар, сондықтан оларды айтпауымызға болмайды. ПСЖ чемпионат бітуіне 4 тур қалған кезде чемпиондықты беріп қояды деп ойламаймын. Ланс чемпион болу үшін барлық ойынын ұту керек, ал ПСЖ 3 рет ұтылуға қажет. Қиын ба? Әрине қиын. Мбаппе, Неймар мен Месси кемі 4 ойын тең ойнаса да чемпион атанып тұр. Алдын ала құттықтай берейік. Енді Испания чемпионаты Ла Лиганы айтайық. Бұл жақта Барселона бір аяғымен чемпиондықтың бөлмесіне кірейін деп тұр. Дәл қазір кестеде Барселона 82 ұпаймен бірінші орында, Атлетико Мадрид 69 ұпаймен екінші орында, ал 68 ұпаймен Реал Мадрид үшінші орынға жайғасты. Чемпионат бітуіне 5 тур қалды, яғни әр команда кемі 15 ұпайдан жинай алады. Сонда Атлетико чемпион болу үшін Барселона 5 ойынның 4-інде ұтылып, бір тең ойын ойнауға қажет. Кемі бір рет жеңіске жетсе, Барселонаны құттықтай беруге болады. Мен ойламаймын, Барса 5 ойынның біреуінде де жеңе алмай қалады деп. Қалған 5 қарсыласы да ондай тойтарыс беретін мықты емес. Тіпті 5 рет Реал Мадридпен ойнаса да бір ойынды жеңе алады. Ал 5 рет Бавариямен ойнаса ше, міне қызық. Келесі Германия, яғни Бундеслига. Бұл жақта жағдай әлі қызықтау, себебі екі командаға да әлі чемпион болған мүмкіндік бар. Баварияда Боруссия Дортмундты аяғына дейін күресеміз дейді. Бундеслиганың басқа чемпионаттардың айырмашылығы ол әдетте 38 тур емес, 34 турында. Ал қазір 31 тур артта қалды. Бірінші орында 65 ұпаймен Бавария, екінші орында 64 ұпаймен Боруссия Дортмунд тұр. Сонда Бавария чемпион болу үшін ешқандай ойыннан ұтылмау керек. Дортмунд чемпион болу үшін Бавария бір ойында болсын тең ойын ойнауға қажет. Бұл екеуінен бөлек математикалық есеппен айтатын болсақ, 57 ұпаймен үшінші орында келе жатқан Лейпцигте де мүмкіндік бар. Ол үшін Баварияда Дортмундта ешқандай ойындарын ұтпай масқара шығу керек. Бірақ бұл болжамды болжай алмаймыз. Тым күлкілі. Сонымен екі көш басына тұрған клубтардың келесі ойындарына көз жүгіртейік. Бавария, Шальке, Лейпциг және Кельнмен ойнайды. Тойтарыс беріп ұпай бермей қояды деген тек Лейпциг қана. Ал Кельн мен Шалкеден үміт өте аз. Шальке тіпті Бундеслигамен қоштасуы да мүмкін. Боруссия Дортмундшы, ол Боруссия Мюнхен-Гладбах, Аугсбург және Майнцпен ойын көрсетеді. Үшеуі де жобалас командалар. 9 ұпай алу қиындау. Баварияның жолдан сүрінуін көпшілік күтіп жүргені рас. Себебі қайта-қайта чемпион бола беретін Баварияның халық шаршады. Әсіресе Испаниядағы бір қаланың халқы мұны қатты уайымдайтын секілді. Сонымен қатар Марко Ройстың да алғаш рет чемпион болған өзімде қалап жүрмін. Видеомыздың ең қызығына келдік. Бұл Арсенал мен Манчестер Сити арасындағы тартысты жол, дода айқас және үлкен интрига. Қазіргі таңда Арсенал чемпион болады дегенге пайыз аз. Дәл қазір кестеде Манчестер Сити 34 ойында 82 ұпай, ал Арсенал 35 ойында 81 ұпай жинаған. Арсенал соңғы 3 ойынын жеңсе де 89 ұпайды ғана иеленеді. Ал Ситиге чемпион болу үшін 4 ойынның 3-еуін жеңсе болды. Арсеналға үміттек Сити 2 рет ұтылғанда, немесе 1 рет ұтылып 2 рет тең ойнағанда. Жағдай шынымен де қиын. Сонымен қалған ойындарын қарап шығайық.
Арсенал Брайтон, Ноттингем Форест және Вулверхэмптонмен ойнайды. Ұпайды бермей қояды-ау деген Брайтон болмаса басқасын көріп тұрған жоқ. Ал Манчестер Сити, Эвертон, Челси, Брайтон және Брентфордпен кездеседі. Мына соны айтқан екі команда біраз терлетейін деп тұр. Ал Челсиден бәрін күтуге болады. Одан бөлек үлкен факторлардың біріне айналатын ол Манчестер Ситидің Чемпиондар лигасындағы жолы. Яғни Реал Мадридпен болатын қарымта ойыны. АПЛдың чемпионы болып бір емес бірнеше рет болып көрді. Арманы Чемпиондар лигасы. Барлық күш қуатын сол жаққа жіберсе, Арсеналды аздай болсын үміт болуы мүмкін. Чемпион болмағанына 20 жылдан асып кеткен лондондықтар үшін чемпион болу қазір үлкен арман. Тіпті мұны бүкіл әлем күтіп отыр. Жеке өзім Ситиге де Арсеналға да жанкүйер емеспін, бірақ футбол жанкүйері ретінде Арсеналдың чемпион болғанын қалаймын. Ең өкініштісі, Арсенал маусым басынан бері көшті бермей тұр еді. Ситиден 10-нан аса ұпай алда тұрды. Алайда жақында ойнаған нашар ойындары Ситиді алға жіберіп қойды. Не дейміз енді? Бізді қызықты ойындар күтуде. Сіздермен желаяқты арнасы. Қолдау ретінде лайк басып тіркеле кетіңіз. Амандықта жолыққанша сау саламат.